Сәлем достар, сіздермен бірге Гүлсара. Бүгін менің сүйікті салаттарымның бірі корейский салат рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, егер де видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыз, комментарий жазыңыз және каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен салатты дайындау үшін видеодағындай терка қажет болады. Сәбізімізді осы терканың көмегімен, яғни терканың тістері үлкен болуы қажет. Терканың көмегімен сәбізімізді өткізіп аламыз. Осындай ұзын болып шығуы қажет сәбіздеріміз. Содан кейін сарымсақты ұсақ қылып турап, сәбіздің үстіне салып, қиярды да соломка ретінде турап, дайындап қоямыз. Жаңағы сәбіздің үстіне 50 грамм сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып жатқан кезде уже су шығуы қажет. Су шығып бастайды. Енді тұз саламыз. Тұз салған кезде суы көбірек шығады. Сәбізіміздің үстіне барлық магазиндерде сатылады чим-чим для моркови деген приправаны алып саламыз. Басты рөл ойнайтын осы чим-чим приправасы. Бұл салатқа уксус та, қарабұрыш та, басқа ештеңе қажет жоқ. Осы чим-чим приправасы болса болғаны. Достар, енді жаңағы қиярымызды тураған сәбіздің үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл салатымыз дастарханға ұсынуға дайын. Қалауыңызша холодильникке салып алсаңыз да болады, бірақ ол міндетті емес. Достар, егер де видео ұнаса, сіздерге кеңес беремін, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыз.